Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Үй жағдайында рамьон дайындайық. Отқа төзімді ыдысқа 600 мг кипятокты құйып, рамьонның лапшасын, артынша приправаларын салып, лапша кішкене жұмсарғанша вилкамен айналдырып алдым. Негізінде инструкциясы бойынша бір дана рамьонға 500 мг су деп жазылған. Бірақ біз суын көп болғанын ұнатпағандықтан аздау қостық. 2 жұмыртқаны сүптің үстіне шекедей жарып салып, бетін жауып, орта алауда бір бұрқ еткізіп қайнатып, артынша жай алауда 5 минутқа қалдырдым. 5 минут өткен соң осылай Нарленнің вареный колбасасын қосып, тағы да 5 минутқа бетін жауып, жай алауда қалдырдым. Осымен рамьон дайын болды. Қатты ащы емес, дәмі өте жақсы екен, маған ұнады. Жасап көрсеңіздер болады. Жұмыртқасы піспей қалама деп уайымдамаңыз, өте жақсы пісіпті. Шала емес, толықтай пісіп шыққан 10 минуттың ішінде. Жұмыртқаның қасына қалауларыңыз бойынша басқа да заттарды қолдануға болады. Ет немесе тауықтың етін